Достар, 2 ақ жұмыртқадан осындай үлпілдек өте дәмді бәліш дайындаймыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, все деп таңдап қойыңыздар. Сол кезде жаңа жүктеген видеоларымды жібере алмайтын боласыздар. Құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны қант салып, миксердің көмегімен масса ағарғанша, көлемі ұлғайғанша осылай миксерлейміз. Енді оған сұйық май мен қаймақ қосып, миксермен араластырамыз. Пирогқа қосатын ингредиенттер бөлме температурасында болғаны дұрыс. Содан кейін ұнға қопсытқышты қосып араластырамыз. Жұмыртқа массасына ұнды 2-3 бөліп қосамыз. Қопсытқышты ашқаннан кейін біраз уақыт ол тұрып қалмау керек, свежий лай қосқандарыңыз дұрыс. Мінекей біздің қамырымыз дайын, сұйық болып кетпеуі керек. Мен осындай 20 диаметр формаға құямын. 22-24 см диаметрге де құйсаңыздар болады. Кольцоға осылай астына ақ кетпес үшін фольга кигіздім және фольганы жанындағы кольцоны майлап алдым. Қамырдың қоюлығы шамамен осындай болып тұру керек, сұйық болып кетпеу керек. Егер сіздерде бұндай кольцо емес басқаша пирог пісіретін форма болса, пергамент қағазын төсеп алыңыздар. Қызып тұрған пеште 160-170 градуста 35-45 минуттай пісіреміз. Әр пеш әртүрлі болғандықтан өз пешіңіздің ыңғайына қарайсыздар. Және пешке салған кезде алғашқы 20-30 минутта пештің есігін ашпағандарыңыз дұрыс. Біздің пирогымыз әйтпесе көтерілмей қалады. Бәліштің піскен-піспеген ағаш таяқша тығып тексеріп көресіздер. Таяқша құрғақ болып шығу керек. Бәлішті әбден суығаннан кейін барып кескендеріңіз жөн. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Шайларыңыз тәтті болсын.